Бірінші салмас бұрын мына не болып жатқанын ашып көрейін. Мынау датчик қой. О, әдемі оталды. Причинасы осылай тез табыла қойса ғой. Nissan Maxima A32. Машина салқындап қалған кезінде оборот ұстамайды. Қазір оталдырып көрем. Мына газ баспасаң машина өздігімен оталмайды. А осы кезде газды басып отырсаң ұстайды да оборот. Ал қазір газды жіберіп қалсам, қазір оборот ұстап тұр газ басып тұрғанда. Мына газды жібересің, машина өшіп қалады. Бұл жағдайда жаңа дроссельный заслонка болуы мүмкін, или мынау датчик холостого запуска, немесе мына коллектордың мына жерде прокладка бар, сол ауа сорып қалғаннан да болады. Қазір менде мынау не бар, запаста тұр, датчик холостого запуска. Қазір соны орнын ауыстырып көрем. Жанында 3 болт болады, сол 3 болтын мына шығарып алдым. Енді менде мына запаста бар, қазір осыны салып көрем. Бірінші салмас бұрын мына не болып жатқанын ашып көрейін. Мынау датчик қой. Мына көрдіңдер ме? Мынау ішіндегі шашылып кеткен. Қайда кетті мынау? Мынау шашылып кетеді. Кілтті қосқан кезде тартылу керек. Мен машинамда тұрған жаңағы мынау ғой. Ол мынау датчик, датчик холостого запуска. Мына басы шығып кеткен. Мына жердегі жаңа запаста бар дегенімді алдым да мынаған салдым. Датчигін өзін ғана, себебі жаңа рабочий ғой жұмыс істеп тұрған. Мынан қазір карппен жуу керек, үйту керек. Одан да мынау тұрғанда орнына ауыстыра салдым. Енді салып оталдырып көрем. Міне орнына қойдым. Енді машина оталдырып көрем. Газ басып қойым. Почти сразу көрейін. Зажигание қостым. О, әдемі оталды. Тағы бір көрейін. Екінші попытка. Әдемі оталып тұр. Мына газ басып отқан жоқпын. Салқында әдемі оталып тұр. Причинасы осылай тез табыла қойса ғой. Бірінші дроссельді тазаласам бекен деп ойлап тұрғам. Жаңа датчик менде болғаннан кейін осыны салып көруден бастаған едім. Осыдан шықты причинасы. Бірінші дроссель тазаласам бекен, или коллектордағы прокладканы ауыстырсам бекен деп тұрған едім. Менде мынау датчик холостого запуска запаста бар болған жақсы болды. Жаңа аштым, ашқан кезде сразу көрінді ғой. Басы да шашылып кеткен екен. Міне осылай причина осыдан болады. Обороты да әдемі ұстап тұр, бір қалыпты. Мотор салқын. Міне төбесінде қарымен тұр, ұшқындаған. Осылайынан видео ұнаған болса лайк басып кетіңдер.